Сәлеметсіңдер ме балалар? Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бүгін қазақ тілі пәнінен БЖБ сұрақтарын талқылаймыз. Бірінші нұсқа және бірінші тапсырма. Бізге үстеулерді сұрағын және мағыналарын әр топқа бөліп жаз деген. Бірінші мезгіл үстеуі. Мезгіл үстеуі бұл қашан деген сұраққа жауап береді. Қашан түнде, қашан биыл, қыстай, күндіз, былтыр, ертең, күні бойы. Келесі бізде мекен үстеулері. Мекен үстеуінің сұрағы қайда? Қайда төмен, ілгері, сыртта және артта. Үшінші үстеу сым қимыл үстеуі. Сым қимыл үстеулерінің сұрағы қалай? Қалай тез, ақырын, анық, жаңаша деген сияқты. Екінші тапсырма мәтінді оқы және шылаулардың астын сыз деп тұр. Шылаулар дегеніміз сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемдерді байланыстыру үшін қолданылатын көмекші сөздер. Үшінші тапсырма пай-пай, апырай одағайларын қатыстырып сөйлем құрап жаз деп тұр. Яғни пай-пай, апырай бұл адамның көңіл күйін білдіретін одағай сөздер. Пай-пай қандай әдемі гүл, мысалға. Апырай кешігіп қалдым. Төртінші тапсырма мәтіннен еліктеу сөздерді тауып, түріне ажыратып жаз. Еліктеу сөздердің екі түрі болады. Еліктеуіш сөздер және де бейнелеуіш сөздер. Еліктеуіш сөздер ол табиғатта болып жатқан құбылыстардың дыбыс арқылы айтуды айтамыз еліктеуіш сөздер деп. Ал бейнелеуіш сөздер дегеніміз ол табиғаттағы болып жатқан әр алуан құбылыстарды, жануарлардың іс-әрекеттерін бейнелеу арқылы сипаттауды айтамыз. Келесі екінші нұсқа тапсырмаларын орындаймыз. Бұл жерде де бірінші нұсқаға ұқсас үстеулердің сұрағын жаз және мағыналарына қарай топқа бөл деп тұр. Мезгіл үстеуі, мекен үстеуі, сым қимыл үстеуі. Мезгіл үстеуінің сұрағы қашан? Қашан жол жөнекей, әлде қашан, үнемі, ежелден, кеше, ертең, бұрын және қазір. Келесі мекен үстеуі. Мекен үстеуінің сұрағы қайда? Қайда төмен жақта, артқа, жоғары, артта, әрі-бері, жолшыбай. Сым қимыл үстеуінің сұрағы қалай? Қолма-қол, қалай? Тез, жылдам. Келесі екінші тапсырма мәтінді оқы және шылаулардың астын сыз. Шылаулар дегенімізді бағана айтып өттім. Ол сөз бен сөздерді, сөйлем мен сөйлемдерді байланыстыратын көмекші сөздер. Бұл жерде шылаулар ауада, желде, суда болмайды деп сөйлемдегі сөздерді байланыстырып тұр. Үшінші тапсырма бәрекелді шіркін-ай одағайларын қатыстырып сөйлем құрап жаз. Шіркін-ай, не деген керемет әуен. Бәрекелді. Өркенің өссін балам. Бұлар бізде одағай сөздер. Одағай сөздер негізінен толық мағынасы болмайды. Адамның көңіл күйін және жануарларды шақырған кезде пайдаланатын сөздер. Және соңғы тапсырма бізде еліктеу сөздерді түріне қарай бөліп жазыңдар деген. Еліктеу сөздер екі түрге бөлінеді. Еліктеуіш сөздер және де бейнелеуіш сөздер. Еліктеуіш сөздер бізде бұл жерде тарс-тұрс, сырт-сырт, бүлк-бүлк деген шыр-шыр. Ал бейнелеуіш сөздер маң-маң, жарқ-жұрқ, бүгжең-бүгжең. Ал балалар бүгінгі 4-ші сыныптан қазақ тілі пәнінен БЖБ аяқталды. Сендерге тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Тағы да подписаться батырмасын басып, лайк басып, мені қолдап кетіңдер.